Саламатсыздар ма? Үйде қалып қойған нанды пайдаға асырып, балалар сүйсініп жейтін гринки дайындаймыз. Нандарды турап, өзіңізге ұнаған формамен жұмыртқаға былғап аласыз және сковородкеге майға қатты қызып тұрған майға қуырып бастайсыз. Қуырып жақсылап қызартып алғаннан кейін өзіңіз ыдысқа түсіріп алып, майлы десеңіз салфеткамен сүртіп алуыңызға болады. Салфеткаге мен мына жерде қатты қыздырып пісіріп жатқасын, ондай майлы емес. Сондықтан ысылай күйінде түсіріп алып, қуырып, жақсылап қуырып аласыз. Сосын чеснокты аламыз. Қабығын ашып аламыз. 3 головка чеснок жарайды. 3 головка чеснокты алдық. Турап аламыз. Турап алдық. Мынаның үстіне саламыз енді. Салдық. Енді қазір осыны шайқаймыз. Шайқап болғасын әдемі гринки шығады. Дәмді болсын. Каналды қарағандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментарий қалдыруыңызға болады. Әдемі гринки шықты.